Қадірлі ұстаздар, оқушылар, біз сіздерге кітаппен бірге өсеміз подкаст жобасын ұсынамыз. Жобамыздың миссиясы, мақсаты кітап оқуды насихаттау, кітап оқу трендін қалыптастыру. Үлкен ересек адамдардың арасында да кітап оқуға тұрақты қызығушылықтарының болмауы, кітап оқымауы бала жасынан дағдыланбағандықтан екен. Сондықтан әрбір мектеп қабырғасындағы баланы кітап оқуға ынталандыру біздің басты мақсатымыз болып отыр. Бүгін бізге кітап жөнінде әңгіме өрбіту үшін мектебіміздің дебат фракциясының жетекшісі Амандық Ақбөкен мен және республикалық ауыл олимпиадасының облыстық кезеңінің 3-ші орын иегері Бағдаулет Әнел келіп отыр. Қыздар, енді қазіргідей ақпараттар ағыны қолжетімді заманда кітап іздеп кітапханаға баратын оқырмандар, оқушылар жоқтың қасы деуге болады. Әлеуметтік желідегі TikTok, Instagramға үгіліп, күн-түні ойын ойнап отыратын құрбы құрдастарыңнан ерекшеленіп, кітап оқуларының сыры неде? Яғни кітаппен қай кезден бастап достастыңыздар? Біріншіден барлықтарыңызға қайырлы күн. Мені шақырғаныңызға көп рахмет, апай. Жалпы кітапқа менің қызығушылығым алғаш 7-ші сыныпта басталған. 7-ші сыныпта бір онлайн конкурсқа қатысып, сол жақта жеңімпаз атанып, кітап жеңіп алдым. Ол кітаптың аты Дулат Исабековтың Гауһар тас атты кітабы. Өте қызықты, өте аз болғанымен маған көп эмоция беріп, сол кітап арқылы басқа кітаптарды оқуға қызығушылығым артты. Сондықтан осы Гауһар тасты оқыңыздар, кітапты алғаш бастаған кезде кішкентай кітаптан бастасаңыздар, әрі қарай кітап оқуға қызығушылықтарыңыз оңай ашылатын болады. Ал менің кітап оқуға деген құштарым 8-ші сыныпта ашылған болатын. Яғни біздің мектепте дебат үйірмесі басталды ғой. Сол жақтағы маған дебат жетекшіміз бізге кітап оқыңдар, кітаптың арқасында үлкен жетістіктерге жете аламыз дейді. Сөйтіп біз маған күміс кітап деген кітапты оқы деді, Бақытжан Бұқарбайдың. Сол мен күміс кітабын оқи бастадым. Ол да аз-ақ бет, қатты көп емес. Сол кітапта мысалы кітапты қалай оқу керек, қалай қызығушылықты арттыруға болады, қалай кітаптарды ретімен оқуға болады, қандай барлық осы кітаптың сыры туралы айтқан болатын, және де ол автордың да басынан өтіп қалай кітапты оқып бастағаны жайлы осы кітапта айтылған болатын. Содан бастап мен әрі қарай романдарды, үлкен-үлкен кітаптарды оқып бастап кеттім. Жақсы, рахмет қыздар. Енді менің келесі сұрағым, негізі біз әдеби кітаптарды балалар әдебиеті және қазақ әдебиеті, шетел әдебиеті деп бөлеміз ғой. Сіздер қай жанрдағы кітапты көбірек оқисыздар? Мен негізінде барлық бағытта кітаптарды оқимын. Менің ойымша, адам кітапты бастаған кезде барлық бағытта кітаптарды оқып, өзінің жанына жақын бағыт таңдайды. Мен басында қазақ әдебиетінен бастап, психология, шетел әдебиеті барлығын көрдім. Енді менің ойымша, адам жан-жақты болу керек, сондықтан бір бағытта шектелмей, жан-жақта көптеген кітаптарды оқысаңыздар, өзіңізге әрқайсысынан өзіңізге алатын нәрсе мол болады. Сондықтан барлығын оқуға кеңес беремін, бірақ көбінесе маған қазақ әдебиеті қаттырақ ұнайды. Маған да қазақ әдебиеті ұнайды. Себебі қазақ әдебиетінің сыры ол ерекше, біздің өзіміздің тіліміз, өзіміздің тілімізде түсінікті тілде жазылған. Оның бастапқыда мен осы қазақ әдебиетінен бастадым ғой, енді қазақ тілінде жазылған кітаптарды. Енді қазіргі кезде мен шетел әдебиетіне де қызығып жүрмін, қызығушылық арттырып жүрмін. Бірақ менің негізгі сүйіп оқитын жанрым ол әрине қазақ әдебиеті. Қазақ әдебиетіндегі қыздардың ауыр тағдыры, сол кезеңдердегі өзекті мәселелер, сол іште болып жатқан оқиғалар, сезімдерінің барлығын жеткізе білген кітаптар маған қатты ұнайды. Жарайсыңдар қыздар, мені сендердің қазақ әдебиетін сүйіп оқимыз деп айтқан жауаптарыңыз қуантып отыр. Енді сол қазақ әдебиетінен оқыған кітаптарыңыздың ішінде ерекше қайсысы естеріңізде қалды деген сұрақ қойғым келіп отыр. Мен жауап бере кетейін. Менің есімде қатты қалып, осы жүрегімнің төрінен орын алған кітап ол Ақбілек. Жаңа мен айтып кеттім ғой, қыз тағдыры мен үшін өте ауыр. Әрдайым да соны оқығым келеді. Себебі мен қызбын да. Соның себептен мен Ақбілекті оқыған болатын. Сол Ақбілек романы менің есімде. Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы менің есімде қатты қалған болатын. Мысалы біз Ақбілектің бойындағы қандай қасиеттерді ала аламыз деген сұрақ болса, сұраққа жауап бере кетейін. Мысалы Ақбілек өте қайсар қыз. Ол өзінің орыс офицерінен көрген қорлығына қарамастан қалаға барып, білім алып, өз-өзін дамытып, өзіне сүйетін, өзінің бұрынғы өткен істеріне қарамайтын ер азаматын тауып, екеуі қосылған болатын. Мысалы біз осы Ақбілектен үлгі ала аламыз да, осы қыздардың тағдырын осылай суреттеген роман маған қатты ұнады. Яғни Ақбөкен, сенің айтуыңша, Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы
бізден қаншама жылдар бұрын жазылса да әлі күнге бізге үлгілі образ ретінде бола алады ғой Ақбілек образы. Ақбілектің мысалы Ақбілектен қарап отырып біз қазақ қыздарына сондай қазақ қызы нағыз қазақ қызы қандай десеңіздер мен Ақбілекті айтар едім. Жақсы. Ал енді мен жауап берейін. Маған қазақ әдебиетінің әр туындысы өзім үшін ерекше, бірақ оның ішінде өзімнің жүрегімнен орын алған ол Төлен Әбдіктің «Оң қол» атты шығармасы. Бұл кітап жалпы TikTok желісінде, жалпы желілерде өте қатты танымал болды. Қатты қызығушылықпен оны сатып алып оқыдым. Сол кезде жалпы «Оң қолдың» басты философиялық ойы ол адамның ішіндегі өзінің ойлары. Ол жердегі басты кейіпкер қыз бір ауруға шалдығып, өзінің оң қолы оған бағынбай, соңында өзіне өзі қол жұмсайды. Бұл жерде жай ғана қол жұмсау емес, адам өзінің ойы арқылы өзінің өміріне қандай зиян келтіретіні туралы айтылған. Оның ішінде махаббат та, қызықты сәттер де бар. Сондықтан әр адам осы туындыны оқу керек, өйткені ол жерде өмірге керекті заттарды алуға болады. Тұжырымдарды, тұжырымдарды, түйсігіңізге керекті ойлардың барлығын алуға болады. Жақсы. Келесі сұрағым, енді осы әдеби шығармалардың негізінде режиссерлардың көзіне түсіп, киноға айналған туындылар да бар, Сіздер қандай киноларды тамашаладыңыздар? Оның түпнұсқасымен салыстырып көрдіңіздер ме? Айырмашылық немесе ұқсастық бар ма екен? Мен осы жерде Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» фильмі туралы айтсам, негізі ең басында мен «Менің атым Қожаның» фильмін көрдім, бала кезде көріп өстік қой. Бірақ кітабын оқыған кезде мен бір кішкене өзгешеліктерді байқадым, өйткені фильм болғандықтан ол жақта көркемдегіш құралдар көбінесе қосылады және де кішкене сценарийге өзгертулер енгізілген. Ал кітапты оқыған кезде фильмдегіден бөлек эмоция аласың. Жалпы мен сіздерге фильмді көрместен бұрын міндетті түрде кітаппен танысуға кеңес беремін. Себебі кітаппен алатын эмоция мен фильммен алатын эмоцияны салыстыруға мүлде келмейді. Ақбөкен, сен қандай кино көрдің? Мен көшпенділер киносын көрген болатынмын. Өздеріңіз білесіздер, оның кітабы да бар, киносы да бар. Көшпенділер жалпы Ілияс Есенберлиннің трилогиясы болып табылады. Ол үш бөлімнен тұрады ғой. Алмас қылыш, жанталас, қаһар. Соның алмас қылышына кино түсірілген. Мен соны көрдім. Мысалы, бұл жақта эмоциялар шынымен Анель айтып отқандай әртүрлі. Мысалы, кітапта жеткізе алмаған эмоцияны кітапта фильмде жеткізіп, өзгешелендіріп, мысалы, сөздерін өзгертуі әбден мүмкін ғой. Бұл жақта тек қана диалог бола бермейді, мысалға деген сияқты. Сондықтан Анель айтпақшы, бірінші кітабын оқу керек. Кітаптың салары эмоциясы бөлек. Және де, мысалға, біз кітапты оқи отыра бізге тигізер пайдасы мол ғой. Кино көргенде, мысалы, көзіміздің көру қабілеті нашарласа, ал кітабын оқығаннан біздің сауатымыз арта түседі. Сондықтан әрине бірінші кітабын оқыған жөнірек. Кітап оқи алатын адам дұрыс ойлана алады, ал дұрыс ойлана алған адамның қолында жақсы өмір сүруге деген мықты құрал бар. Ендеше сендер қазіргі заманауи шығып жатқан қандай кітаптарды оқып жүрсіңдер? Және алдағы уақытта қандай кітаптарды оқысам деген жоспарларым бар? Жалпы мен қазіргі таңда 21 ғасырда танымал болып жатқан кітаптарды оқимын. Оның бірі екінші болма, авторы Қуаныш Шонбай. Бұл екінші болма мотивация беретін кітап. Яғни адам өмірде әрқашан жеңімпаз болуға ұмтылады ғой. Сол әрқашан қалай бірінші орында болып, жеңімпаз болуға болады туралы айтылады. Ал екіншісі жақында ғана оқып бітірген Мұхамеджан Тазабектің «Еркем өмірің болсын көркем» атты шығармасы. Бұл шығарма қыз балаларға арналған. Яғни қыз бала өзінің өмірде бақытты болу үшін қалай өмір сүру керек, оның барлық қыздың құндылығы туралы осы кітапта айтылған. Ал енді алдағы уақытта оқуды жоспарлап жүрген кітаптарым ол менде «Өмірдің аты М» деген Перизат Мырзахметтің кітабы. Ол жақта махаббат туралы айтылады. Махаббаттың адамға деген әсері туралы. Жаңа Анель айтып жатыр, ол «Өмірдің аты М» деген атты кітапты оқығым келіп жүр деп. Ал менің оқығым келіп жүргені Айгиз Баймұхамедовтің «Тастамашы ана» кітабы. Бұл автор өзі башқұрт жазушысы болып табылады. Мысалы, бұл жақта мен құрбыларымның пікірінше, оқып жатырған құрбыларымның пікірінше, бұл жақта өгей балалардың тағдыры жайлы да. Мысалы, маған сондай мелодрама жанрындағы андай аянышты
тағдырларды суреттейтін романдар ұнайды да, шығармалар, кітаптар. Себебі сол кезде мен өзімнің эмоциямды шынайы шығара аламын. Сондықтан сондай кітап оқимын. Сіздерге подкаст ұнап жатыр ма, қыздар? Иә, өте күшті бір шынайы ішіміздегі ойларымызды ақтарып жатқан әрине керемет әңгімелесіп отыр. Осындай подкасттар жиі болып тұрса екен деп ойлаймыз. Өмірде кездесетін негізі көптеген кедергілер болады ғой. Сол кедергілердің барлығы адамдардың білместігінен болып жатады екен. Ал білу үшін біз кітап оқимыз. Яғни әрбір адам өзін тұлға етіп қалыптастыру үшін кітапты оқиды. Ал кітап оқу арқылы сендердің өздерінің қандай потенциалдары ашылды? Мысалы біз кітап оқысақ, ең алғашқы ол біріншіден біз өз ойымызды ашық жеткізе аламыз. Жұрттан ұялмай, өзіміздің пікірімізді қалыптастырып, соны жұртқа әдеби тілде, жақсы бір көркем тілде жеткізе алу. Мысалы ол құлаққа да жағымды деп ойлаймын. Мен құлаққа жағымды, егер де сенің қасыңдағы адам былай көркем тілде, әдеби тілде сөйлеп тұрса, әрине қуанышты. Екіншіден, мысалы біз жаңа Әнелдің жетіп жатқан жетістігі, менің жетіп жатқан жетістігім, осының барлығы олимпиададан, яғни орын алып жатқанымыздың барлығы бізде кітап оқудың арқасында ашылған. Кітап оқудың арқасында біз өзімізді дамыта аламыз. Және мысалы сіздерде кітап оқып отқанда сол кейіпкердің басынан өткен ситуация, сол қиындықтар біздің басымызға келсе, біз біліп тұрамыз қалай шешу керек екенін, қандай шешімдер қабылдап, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін бірден біліп тұрамыз. Жақсы, мен Ақбөкеннің пікірінен, яғни кітап оқу дегеніміз дұрыс шешім қабылдауға да үйретеді дегенді түсініп отырмын, иә. Ал Анел, сенің пікірің? Екеулеріңізбен де толықтай келісем. Енді қосып кететін болсам, мен жалпы айналада қазіргі таңда сауатсыз сөйлейтін адамдарды көп кездесіп жүрмін. Тілдерінде 50% паразит сөздер, боқтық сөздер. Менің ойымша адам кітапты оқу арқылы өзінің тілін тазалай алады және сауатты сөйлеу, сауатты жазу сияқты көптеген дағдыларды өзіне алады. Жалпы барлық жерде сауатты адам әрқашан жоғары орында тұрады. Сондықтан кітапты оқыған кезде жай ғана оқи салмай, тілімізді жаттықтырып, дауыстап оқыған жөн деп ойлаймын. Оның бізге беретін тағы да бір пайдасы моральдық тұрғыдан, яғни біз кітаптағы ситуациялардан өзімізді жинап, батыл болуды үйренеміз. Жаңа сауатты жазу деп жатыр ғой. Сол кезде айтып кетейінші мен. Мысалы, біз кітаптың нәтижесін біз WhatsApp-та да, WhatsApp желісінде де байқай аламыз. Мысалы, қысқартып жазып, немесе қате-қате жазып жібере салатын адамдар болады. Мысалы, бізде қазақ тілінде өздеріңіз білесіздер, бір сөздің бірнеше мағыналары бар. Оны әртүрлі жеткізеді да, бірақ соны WhatsApp-та кейбір адамдар екі сөздің орнын ауыстырып жазып жіберуі мүмкін. Ол түсініксіз да. Осының барлығы біздің сауатсыздығымызға, надандыққа алып келеді деп ойлаймын. Яғни WhatsApp-та бір-бірімізбен қазақ тілін дұрыс пайдаланып, орыс клавиатурасы дейді ғой, соны қолданбай қойып, қазақша жасайды. Қазақша пернетақтаны жүктеп алыңыздар. Өзіміздің төл әріптерімізді қолдайық. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Енді қыздар, дәл қазір қандай кітаппен оқып жүргенімізді оқушылармен бөліссеңіздер. Енді мен арнайы сіздерге арнап, өзімнің қазіргі таңда оқып жүрген шетел әдебиет кітабымды алып келдім. Авторы Джейн Остин, аты Тәкаппар ғашықтар. Мен әзірге бітірген жоқпын, бірақ тура жартысына келдім. Бұл кітапта жалпы махаббат туралы, махаббаттың ортасындағы проблемалар туралы және де адам бойындағы тәкаппарлық қасиет туралы айтылады. Әзірге соңын білмеймін қалай болатынын, бірақ әзірге маған қатты ұнап жатыр. Егер де сіздер шетел әдебиетін бастай алмай жүрсеңіздер, осы кітаптан бастауларыңызға болады. Маған өте қатты ұнап жатыр. Ал менің қазір оқып жүрген шығармам, романым, яғни Мұхтар Мағауиннің Шақан шері романын оқып жатырмын. Соңғы жағына келіп қалдым енді. Маған да ұнап жатыр. Әнел айтпақшы, кітапта андай ғой, кітапты оқып отырасыздар да, кейбір адамдардың іші пысып кетуі мүмкін, кейбір адамдар жалығып немесе ұйқысы келе бастайды да. Ондай адамдарға айтарым, бұл әрине бізде біріншіден еріншектікті жойып, қандай кітап оқып жатырмыз, соған нақты назар аударып, сөздерін түсіне білу керек. Мысалы, Шақан шеріде әрине қиын сөздер бар.
Менің қазіргі таңдалғаным мысалы 10-шы сыныппыз ғой біз, қазақ тілі әдебиет, сондықтан мен қазір тек қана мектеп программасындағы кітаптарды оқып жатырмын, бірақ одан да бөлек кітаптарды әрине оқимын. Мектеп бағдарламасындағы Шахан шеріне мысалы жолбарыспен қалай адамның жолбарыс секілді өмір сүруі сіздерге де қызық шығар, сондықтан оқыңыздар. Қазіргі қоғамымыздағы игі өзгерістің бірі ол әлеуметтік желілерге қарап отырсақ, кітап оқып баспана ұтып ал, кітап оқып айфон ұтып ал деген сияқты кітап оқу сайыстарын көптеп ұйымдастырып жатыр. Бұл енді біздің қуанатын өзгерістеріміздің бірі. Енді біздің осы мектебіміздің ішінде оқушыларымызды кітап оқуға қызықтыру үшін қандай әдіс дейміз бе, тәсіл дейміз бе жасасақ болады? Сіздердің өздеріңіздің қандай идеяларыңыз бар? Менің ойымша мектеп оқушыларын кітапқа қызықтыру үшін бір кішкене ерекше тәсіл керек. Менде бір мынандай идея бар. Бізде мектепте жақында кастинг болады театрға 22 қаңтар күні. Сол театр әртістерімен белгілі бір кітаптың сюжетін көрініс ретінде қойып, жаңағы бір жағына балдардың кітапқа деген қызығушылығын арттырып, екінші жағына олардың актер шеберлігін арттырсақ, осылай кітап желісімен түсірілген театрға түрлі қойылымдар қойсақ, жақсы болады деп ойлаймын. Сол кезде барлығына өте қызықты және де өзекті болатын еді. Сонымен де мынандай идея бар. Өзіміз білеміз, осы Қызылорданың орталық алаңында кітаптарды ауыстырып қойып кететін жер бар, иә. Біздің мектепке де сондай ұйымдастырсақ болады ғой, мысалы. Үйленіңізде сіздердің ескі бір оқыған, сіздерге бір мен осы кітапты басқа біреуге сыйлағым келеді деп жүрген кітаптар болса, сіздер 4-5 қорапшаның әкеп, соның ішіне салып кетсеңіздер, оны келесі адам келіп оқиды және де оның орнына өзінің үйіндегі кітабын қойып кетіп, кітаптарды бір алмастыра оқысақ, өте қызықты әрі нәтижелі болады деп ойлаймын. Ақбөкен мен сенімен толықтай келісем, бірақ тек қана мектепте емес, жалпы біз айналамыздағы барлық адамдарға кітап насихаттауға және де кітапты оқыған кезде қалай оңай оқуға болады және қалай есте сақтауға болатынына мен бір-екі лайфхактармен бөлісіп кетейін. Жалпы мен кітапты оқыған кезде помодоро әдісін қолданамын. Помодоро әдісі дегеніміз 15 минут кітап оқу, 5 минут демалу. Дәл солай біз бір сағаттың ішінде біраз уақыт кітапқа да демалысқа да арнап уақытымызды үнемдей аламыз және де біз өзімізді қатты шаршатпаймыз. Осындай әдістер арқылы сіздер кітапты оқыған кезде есіңізге тез сақтайтын боласыздар. Сондықтан өздеріңізді қинамай, бөліп асықпай оқысаңыздар, барлығы сіздерге түсінікті болады. Сосын мен тағы бір идея айтып кетейін. Мысалы, біз бастапқы кітап бастаймын, оқығым келіп жүр деген жандарға айтарым. Сіздер бірінші андай қиын романдарды алып алмаңыздар. Себебі сіздерге оның тілі ауыр болуы мүмкін. Ең басында біз 20-30 беттік кітаптар көп. Мысалы, Есіл өткен өмір, жаңағы айтып отқан Гауһар тас, сондай кітаптардан бастап оқу керек. Содан кейін әрі қарай біз оның көлемін үлкейте береміз да. Сосын сіздер соңында 300-400 беттік романдар бар ғой, мысалы Тар кезең деген сияқты. Сондай романдарды оқып үйрене бастайсыздар. Жақсы пікірлеріңіз өте құнды деп есептеймін. Ақбөкен мен Анелдің айтқан кеңестерін, өз керекті жерлерін оқушылар түртіп алады деп сенемін. Енді қыздар, подкастымыздың соңғы қорытындысына да келіп қалдық. Бір сөйлеммен өздеріңіздің пікірлеріңізді жинақтап жіберсеңіздер. Енді кітапты соңында менің өзімнің сөзімнің соңында айтқым келетіні, біріншіден біз кітап оқиық. Кітап оқығаннан бір ешқандай жаманшылық болмайды. Әрине тек қана жақсы жағын көріп жатамыз. Кітап оқып, пайдасы болмаса, зияны болмайды. Әрине кітап оқиық дегім келеді. Подкасттың қорытынды сөзіне мен оқығанның беті жарық деп айтқым келеді. Яғни кітап оқу арқылы армандарымызға бірге жетейік. Кітап оқуды насихаттау мақсатында бір-бірімізге туған күндерімізде кітап сыйлайық, қонақ болып барған жерлеріміздегі үйіндегі балаларына сыйлық ретінде кітап алып барайық. Осылай біз кітап оқуды қолға аламыз. Қазақстан да кітап оқитын елге айналады деп ойлаймын. Кітап оқиық. Қазақстанды бірге дамытайық. Сау болыңыздар.